Бүгін менің сүйікті оқырмандарым қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге финансовый кодтың пайдасы туралы айтатын боламын. Сіздің финансовый кодыңыз 4 саннан тұрады, және де әр санның өзінің ерекше қыр-сырлары бар. Сол туралы осы видеода бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ендеше финансовый код не екендігіне тоқталайық. Фин-код дегеніміз қаржылық код. Яғни әрбір адамның жеке қаржылық коды болады. Қаржылық код 4 саннан тұрады. Мысалға 65-83 деген сияқты. Фин-кодтың енді пайдалы жақтар туралы айта өтейік. Қаржылық жағдайды жақсартады, табыс көзін көбейтеді, байлығыңыздың арта түсуіне және де қарызыңыздың қайтуына септігін тигізеді. Қаржылық код әрбір адамның туған күн ай жылына байланысты есептеліп шығарылады. Фин-кодтың сіздің қаржылық өміріңізге атқаратын керемет қасиеті бар. Енді сондағы сандардың мағынасын білесіз бе? Білмесеңіз, мағынасын көріп шығыңыз. Егер финансовый кодыңызда бір саны болса, өз күшіне сенуді білдіреді. Барлық мақсатыңызға тек өз күшіңізбен жетесіз. Бұл сан бастамалар саны. Бұл сан сізде болса, сізде лидерлік, көшбасшылық қасиет бар деген сөз. Финансовый кодыңызда 2 саны болса, мықты кеңесші шығады, консультация жұмыспен айналысқан жөн. Фин-кодыңызда 3 саны болса, бұл ең оптималды сан. Бұл сан сіздің сәттілік серігіңіз болады. Барлық жерде 3 санын пайдаланғаныңыз жөн. Финансовый кодта 4 саны болса, бұл өте ұқыпты адамдарды кездесетін сан. Кез келген бизнеспен айналысуға болады. Финансовый кодыңызда 5 саны болса, сауданың саны. Фин-кодта 5 саны болса, алып сатарға өте күшті сан, сауда-саттық арқылы тез көтерілу жолы бар. Фин-кодыңызда 6 саны болса, адамдарға көмек қажет болғанда қол ұшын созады. Отбасын бағалау және де әлсіздерге арша түсуге көмектеседі. Фин-кодта 7 саны болса, интуицияға сену және басқаларға пайдалы болу арқылы өз мақсатына жетеді. Финансовый кодта 8 саны болса, бұл сан кездескен адамдар ақшамен жұмыс істей алады, оны жай құрал ретінде көреді. Мұндай адамдарда керемет бизнес идеялар, үлкен мақсаттар болуы керек. Және де бұл 8 саны шексіздікті білдіреді. Финансовый кодыңызда 9 саны болса, пайданы ойламай қызмет ету, қайырымдылыққа беру арқылы, яғни садақа беру арқылы тез өсе алады. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, финансовый кодтың пайдасы туралы білдік деп ойлаймын. Осы келесі видеоларда мен финансовый кодты қалай есептеу керек туралы видео түсіретін боламын. Менің каналыма жазылып, комментарий қалдырып кетсеңіз, мен одан әрі шабыттанып сіздерге видео түсіре беретін едім. Сау болыңыздар.